Қайырлы күн, менің әлеуметтік желідегі достарым, баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін шпинаттан ет қосылған салат дайындамақшымын. Менімен бірге болыңыздар. Өзімнің сол әдісімен сіздермен бөлісуді тағы да жөн көрдім. Егер менің видеом ұнап жатса, мені қолдай кетіңіздер, арнама жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар дегім келеді. Ол үшін мен осындай шпинат алдым жапырақтарын, және біразғантай көк шөп, жуа, бір қияр, және бір-екі помидор, піскен бір бөлек ет, және кукуруза, бірнеше дәмдеуіштер алдым. Енді осыменен жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Енді алдыменен қоспамызды жасап алайық. Біразғантай өсімдік майына бірнеше дәмдеуіштер қостым. Қызыл бұрыш, ащы бұрыш, паприка және сарымсақ. Алдым, сою соусын құйдым. Солай жаңа қоспамды дайындап қойдым. Енді шпинатты осылай екі бөлікке бөлдім. Енді мен осы алдыменен осы шпинатқа жасаған қоспамды қосып алуды жөн көрдім. Өйткені менің шпинаттарым кішкене солып жатыр екен, сондықтан түсін берсін, қайтадан кішкене жандансын деген мақсатта қоспамды жаңа қосып қойдым. Енді қиярымызды тураймыз. Мен де енді қиярды осылай қиғаштап турап жатырмын. Енді помидорымды да осылай тураймын. Жалпы жаңа мына асты дәмдендіретін жасыл жапырақтар ол өте адамның ағзасына өте пайдалы. Соның ішінде ғалымдар шпинаттың құрамы бірнеше витаминдерге, соның ішінде дефицит витаминдер А, Е, К сияқты витаминдер мен макро, микроэлементтерге толы екен. Және қатерлі ісіктің алдын алу үшін қолдануға болатынын анықтап отыр. Міне мен етімді де барлық көкөнісімде турап болдым, және кукурузымды қосып жатырмын. Енді беті әдемілеп себу үшін жуамды да турап жатырмын. Енді барлық жаңағы салатымның құрамына қоспамды қосам, осылай жақсылап араластырам. Қоспаны қосқаннан кейін салат ең кем дегенде бір 10-15 минут болса да тұрып, дәмдеуіштерінің сіңгені жақсы болады. Негізінде үнемі тамақ рационына осындай көкшөптерді қосып отырсақ артық болмайды деп есептеймін. Дайын болған салатымызды сондай ыдысымызға әдемілеп саламыз. Салат өте әдемі шығады. Міне мен жаңағы турап алған жуаларымды осылай бетіне салдым. Енді бетін кедір жаңғағымен әсемдеп жатырмын. Қонақтарыңызға ұялмай қоятындай әдемі салат шығады. Менімен бірге аяғына дейін болғандарың үшін рахмет.